Сәлем достар. Бүгін біз тоқты белгісіне арналған 2026 жылға астрологиялық болжамды бірге қарастырамыз. Бұл жылда тоқтыны маңызды өзгерістер мен жаңа кезеңдер күтіп тұр. Астрология бойынша жыл ішінде қандай оқиғалар мен бетбұрыстарға назар аудару керек екенін бірге талдайық. Ендеше болжамымызды бастайық. Осы ақпан айында Сатурн мен Нептун тоқты жұлдызнамасының бірінші үйіне ресми түрде кіреді. Бұл екі ғаламшардың бірігу энергиясы өте ерекше. Бір жағынан сізге жауапкершілікті арттырып, іске байыпты қарауға итермелесе, екінші жағынан санаңызды оятып, өмірдің шынайы мағынасын көруге көмектеседі. Қысқаша айтқанда, бұл армандардың шындыққа айналуы және мұраттардың жүзеге асуы. Сіз өзіңізге мен бұл өмірде не істеуім керек, қандай өмір сүргім келеді деген сұрақтарды қоя бастайсыз. Бұл жеңіл жыл болмағанымен, міндетті түрде бұрылыс әкелетін жыл. Сонымен қатар, бұл астрологиялық топтамадағы Сатурн мен Нептунның екеуі де 0 градус тоқтыда, яғни жаңадан басталатын тұста орналасқан. Бұл ескі әдістермен өмір сүруді тоқтату керектігін білдіреді. Бұрынғы шынайы емес, жарамсыз болып қалған әдеттер, жұмыстар немесе қарым-қатынастар ыдырай бастайды, ал бір мезгілде бұл жаңа іргетас қалауға көмектеседі. 2026 жылдан 2033 жылға дейін ғалам баршамызға бір маңызды нәрсені үйретеді. Шынайы өмірде рухты қалай ояту керек, армандарды жай ғана қиял күйінде қалдырмай, нақты жобаға немесе шынайы өмірге қалай айналдыру қажет. Бұдан әрі Юпитерге тоқталсақ. Жылдың бірінші жартысында Юпитер сіздің отбасылық және тұрмыстық салаңызда болады. Сондықтан көптеген тоқтылар үйін реттеп, баспана ауыстыруды немесе психологиялық тұрғыдан қауіпсіздік іздеуді қалайды. Бұл кезеңде отбасылық жағдай жақсарып, ата-анамен қарым-қатынас қалпына келеді. Дегенмен тоқтылардың бір бөлігі ескі ортадан кетіп, жаңа база құруды шешеді. Алайда маусым айынан кейін Юпитер Арыстан жұлдызнамасына өтеді, атмосфера толығымен өзгереді. Бұл шығармашылыққа, махаббатқа, балаларға және қуанышқа толы энергия, ол сіздің 5-ші үйіңізге кіреді. Сіз көбірек көңіл көтеріп, өзіңізді көрсетуге ұмтыласыз. Тіпті кейбір тоқтылардың жылдың екінші жартысында махаббат жолы болып, қосымша кәсіп ашады, шығармашылықпен айналысады, курстар өткізеді немесе өздеріне қуаныш сыйлайтын істермен айналысады. Қысқаша айтқанда, бірінші жартыжылдық тұрақтылық, ал екінші жартыжылдық гүлдену кезеңі. Тағы бір маңызды бұрылыс нүктесі 27 сәуір шамасында Уранның торпақтан егіздер жұлдызнамасына өтуі. Бұл көрсеткіш тоқтылар үшін үлкен қуаныш сыйлайды. Сіздің ой өрісіңіз, тіліңіз, оқу үрдісі, қысқа сапарлар мен байланыс ортасы толықтай жаңарады. Сізде кенеттен жаңа дағдыларды үйрену, подкаст ашу, кітап жазу, кәсіп бастау немесе салааралық ынтымақтастық құру туралы идеялар пайда болады. Сондай-ақ әлеуметтік ортаңыз алмасып, сізден гөрі ақылдырақ, жылдамырақ және ықпалды адамдарды тарта бастайсыз. Уран егіздерде 2033 жылға дейін қалады. Демек бұл қысқа мерзімді әсер емес, жаңа 10 жылдықтың басы болып табылады. Бұл сізге өзіңізді еркін әрі икемді түрде көрсетуге үйрететін керемет өзгеріс. Сонымен қатар, тоқтының қорғаушы ғаламшары Марс бұл жыл бойы тура қозғалыста болады. Бұл тамаша жаңалық, өйткені сіз өткен жылға қарағанда әлдеқайда тұрақты болып, мақсатыңызға берік боласыз. Бірақ сәуір айында Марс тоқтыдағы Сатурн және Нептунмен қосылысқа түсетінін ескеру қажет. Бірінші үйіңізге бірден бірнеше ғаламшар келіп қонақтайды. Бұл энергия өте күшті, бірақ сонымен бірге қайшылыққа толы. Сіз бірдеңе жасағыңыз келеді, бірақ әлдебір кедергілер пайда болады. Саспаңыздар, бұл ғарыштың сізге стратегиялық тұрғыдан алға жылжуды үйрететін жаттығуы. Бұл тоқтыларға тоқтауды емес, жоспармен әрекет етуді талап етеді. Егер осы ырғақты ұстай алсаңыз, бұл кезең сіздің мансабыңыз бен өмірлік бағытыңыздағы шешуші бұрылысқа айналады. Тағы бір басты мәселе, 2026 жылдың шынайы энергиясы сізге адамдармен қарым-қатынас, жұмыс пен күнделікті әдеттер, шығармашылық пен ішкі жан дүние салаларында сананың оянуын әкеледі. Сіз кейбір достарыңызбен көзқарасыңыздың сәйкес келмейтінін немесе белгілі бір іскерлік қатынастардың аяқталуы керектігін түсінесіз. Кейбір тоқтылар өмір салтын, жұмыс ырғағын өзгертіп, тіпті денсаулығына қатты мән бере бастайды. Бұл үдеріс сізге мазасыздық тудырғанымен, нәтижесінде сіз өзіңіздің шынайы меніңізге жақындай түсесіз. Соңғы маңызды фактор, қазан айының соңы мен қараша айының басындағы шолпанның ретроградтық кезеңі. Бұл шолпан 20 қазан шамасында Саршаян жұлдызнамасында 8-ші үйде кері қозғалысқа түседі. Сондықтан бұл махаббат пен қаржыны қайта қарау кезеңі болып табылады. Сіз бұрынғы махаббатыңызды кездестіріп, қарым-қатынасты қайта талқылайсыз, немесе серіктестермен ақша бөлінісін жаңадан реттейсіз. Бұл уақытта баяулауды сұраймын, өйткені бұл аспан әлемі сізге сіз үшін шынайы маңызды нәрсе не деген сұрақ қояды. Бұл тек ғашығыңызды ғана емес, сонымен бірге құндылықтарыңызды да қамтиды.
Бұл ескі жаралардан арылып, қарым-қатынасты қалпына келтіруге өте қолайлы кезең. Жалпы қорытындылайтын болсақ, 2026 жылы баршаңыздың жұмыстарыңыз көп болады, бірақ бұл ретсіз қарбалас емес, нақты бағыты бар әрекет. Дегенмен Марс энергиясы тым күшейген кезде тоқтай білуіңіз керек. Қаңтар, наурыз және шілде айларының соңында ғалам сізді әдейі баяулатып, сізге демалуға және жоспарды үйлестіруге мүмкіндік береді. Сонда қателіктермен күресудің қажеті болмайды. Тоқтылар, өсу дегеніміз тек алға қарай жүгіру емес, тыныстап үйрену. Тек осылай ғана энергияңыз ұзаққа жетіп, нәтижесі тұрақты болады. Тоқты зодиак шеңберіндегі алғашқы жұлдызнама болғандықтан мен әр энергияның негізгі тұстарын бөліп көрсеттім. Мына шағын бағыт-бағдарды жазып алыңыздар. Қаңтар мен ақпан айлары жұмыс пен отбасы тепе-теңдігі басты назарда. Ескі міндеттерді шешіп, асығыс жаңа жобалар бастамаңыз, жаңа адамдар пайда болады. Наурыз айы, тыныштық, денсаулықты күту және қалпына келтіру кезеңі. Тоқтыдағы тыныштық сізге сенімділік пен сүйкімділік сыйлайды. Ай соңындағы толған ай сізді асығыс шешім қабылдамауға шақырады. Сәуір мен мамыр айлары, Марс энергиясы өте күшті. Бұл жаңа жоспарларды іске қосуға тамаша уақыт. Бірақ сәуірде нақты жоспар жасаңыз, ал мамырдың басты мәселесі қаржы, жаңа табыс көздері немесе шығындар пайда болады. Маусым мен шілде айлары, атмосфера жеңілдейді. Сапарларға шығуға, шығармашылықпен айналысуға, отбасылық шаралар ұйымдастыруға өте қолайлы. Арыстанға өткен Юпитер сізге шабыт пен махаббат энергиясын әкеледі. Тамыз айы, энергия ауытқуы күшті, екі астрологиялық құбылыс шығармашылық пен ішкі жан дүниеге әсер етеді. Көбірек тыныстап, асығыс әрекет етпеңіз. Қыркүйек айы, денсаулық пен күнделікті тіршілік басты назарда болады. Тоқтыдағы толған ай жыл бойындағы дамуды қорытындылауды талап етеді. Қазан айы, шолпанның кері қозғалысы махаббатты қалпына келтіру кезеңін ашады. Қарым-қатынас үлгісін реттейсіз, тым талапшыл болмаңыздар. Қараша айы, махаббат пен қаржы мәселелері біртіндеп шешіледі. Ай соңында шолпан тура бағытқа келеді, қарым-қатынас пен сапарлар көбейеді. Желтоқсан айы, жыл соңы қорытынды кезең. 2027 жылғы Марстың кері қозғалысына дайындалып, баяу ырғақпен демалып, күш жинайсыздар. Сондықтан тоқтылар, 2026 жыл сіздің өмірлік жоспарыңызды қайта жазатын жыл. Бұл жылдың үйрететін сабағы импульсивтілік кезінде де ақылды сақтау, әрекет ету барысында жан дүниеңізді табу. Жылдың бірінші жартысында базалық мәселелерді шешсеңіз, екінші жартысында жарқырайсыз. Өміріңіз жаңа деңгейге көтеріліп жатыр, бірақ ғарыш сізден асықпай, тұрақты жүруді талап етеді. Егер сіз жай ғана лаулап қана қоймай, саналы түрде жарқырауға дайын болсаңыз, күлден қайта көтерілген құс сияқты толықтай өзгересіз. 2026 жылғы болжамды бірге тыңдаған барлық тоқтыларға алғысымды айтамын. Бұл жылы сіз бұрынғы жігеріңіз бен сенімділігіңізді қайта тауып, не қалайтыныңызды айқындайсыз және алға қарай батыл қадам жасайсыз. Көп нәрсе әлі нақтыланбаған шығар, бірақ сіз дұрыс жолдасыз, ал бұл жігер сіздің супер күшіңіз. Егер сіз бұл жолда шынымен еңбек етіп жүрсеңіз, өзіңізге күмәнданбаңыз. 2026 жылға дайын екеніңізді көрсету үшін арнаға жазылып, лайк басып, пікір қалдыруды ұмытпаңыздар. Келесі кездескенше, шынайы өмір сүретініңізді көремін деп сенемін. Сау болыңыздар.